Сәлем достар, қал-жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен дәл осындай үлпілдек, өте дәмді болып көтеріліп пісетін шоколадты пирогты жасап көретін боламыз. Қараңыздар, өте үлпілдек осылай шығады, ортасы толық піскен. Ол үшін бізге жұмыртқа, сүт, қант, сұйық май, ұн, какао разрыхитель қажет болады. Таза құрғақ ыдысымызға ең алдымен жұмыртқамызды салып, миксердің жай жылдамдығында араластырып бастаймыз. Кішкене көпіршігеннен кейін үстінен қантымызды 2 бөлікке бөліп салып алатын боламыз. Аппақ көпіршік болғанға дейін араластыратын боламыз, дәл осылай. Ал енді үстінен сүтімізді құямыз. Сүттің орнына айранды алмастырсаңыздар болады. Мұнда сұйық майды қосып, миксермен тағы да бір рет араластырып жіберетін боламыз. Какао ұн разрыхителімізді осылай бірге араластырып, міндетті түрде елегіштен өткіземіз. Ешқандай түйіршіктер қалмауы керек. Сонда сіздердің пирогтарыңыз көтеріліп, өте дәмді болып пісетін болады. Бірден миксерімізді қоспай, осылай кішкене араластырып жібереміз. Сосын барып миксерді қосып, жай жылдамдығында араластырсақ болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, дәл осы видео сіздерге пайдалы болып жатса, лайк қойып кетіңіздер. Дәл еріген шоколад түстес біздің осылай қамырымыз дайын болды. Қараңыздар, тура шоколад сияқты. Дәл осылай лопатканың көмегімен шет-шетіндегі ұндарын қамырмен араластырып жіберетін боламыз. Орташа көлемдегі дәл осылай табамызды алып, ішіне қамырларымызды саламыз. Міндетті түрде орташа көлемдегі таба болу қажет. Ал енді пешімізді 180 градуста қыздырып, 45-50 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Ал мұнда біздің пирогтарымыз дайын болды. Пирогтың піскенін дәл осылай ағаш таяқшаны тығып көру арқылы білеміз. Міне қараңыздар, ағаш таяқшаны тығып көрген кезде дәл осылай құрғақ болып шығуы қажет. Пышақтың көмегімен шет-шетін табадан босатып алатын боламыз. Жасаған пирогымызды міндетті түрде суығаннан кейін кессеңіздер болады. Дәл осылай кесіп алдым. Қазір ортасын қалай шыққанын көрсететін боламын. Қараңыздар достар, менің пирогым дәл осылай шықты. Ортасы толық піскен, үлпілдек, дәмді болып шықты, жұмсақ болып. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын.